Салем, с вами Жол Болгошалия и канал Анатля для тех, кто хочет выучить казахский язык. Сегодня будем слушать легкие тексты для понимания. Все совпадения случайные, а ситуации выдуманные. Кеттік. 1. Жаз келді. Ауа райы ыстық. Балаларда мектептен 3 ай демалыс басталды. Самат пен Марат күнде доп ойнауға шығады. Доп ақ түсті. Олар футбол, қуыспақ ойнайды. Самат келесі аптада ауылға ата-әжесіне кетеді. Ауылда күшті. Сәкіде жатып ұйықтайсың. Асықпай ұйқыдан тұрасың. Үйдің майы мен қаймағына тоясың. Саматтың сүйікті жануары жылқы. Ата-әжесі оған жорға атты жылқы сыйлаған. Енді ауылға келген сайын ол жорғамен ойнайды. Ауылдағы бір апта, қаладағы бір ай секілді өтеді. Уақыт жаймен. Саматқа ауылға барған ұнайды, сондықтан ол жазғы демалысты қатты күтеді. 2. Айша осы жылы 1-ші сыныпқа барады. Ол әлі жазып, оқып білмейді, бірақ білімге құлшынысы бар бала. Қыркүйек айын асыға күтуде. Жазғы демалыста ол шетелге барады. Ата-анасы да жұмыстан демалыс алған болатын. Айшаның бір інісі, бір ағасы бар. Ағасы 10-ші сыныпта оқиды. Келесі жылы 11-ші сыныпқа барады. Ал інісі балабақшаға енді барып бастады. Жасы 2-де. Айша көйлек киіп белгенді ұнатады. Оның сүйікті түсі сары, өйткені ол күнді және жазды жақсы көреді. Таңмен көзін ашқанда күнді көріп қуанады. Айша көңілді және ашық бала. 3. Менің атым Айдана. Мен 17 жастамын. Осы жылы мектеп бітіремін. Ата-анам маған мұғалім бол дейді. Өйткені мұғалім болу адал жұмыс атқару деген сөз. Мұғалім болсам, балаларға қалам ұстатып, әріп тануға көмектесемін. Сапалы әрі саналы ұрпақтың тәрбиесіне үлес қосамын. Ата-әжем дәрігер бол дейді. Дәрігер адам өмірін сақтайды және жұмыссыз қалмайтын мамандық. Ал мен әлі кім болатынымды шешпедім. Дәрігер де, мұғалім де жақсы мамандықтар. Бірақ менің қалған мамандығым қандай? Менің бірнеше хоббиім бар. Әсіресе спортқа жақсымын. 6 жасымнан биге қатысамын. Осы жазғы демалысымды өзіме сай мамандық таңдаумен өткізбекпін. Спасибо всем за просмотр. С вами была Жол Болгошалия. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, какое видео снять в следующий раз.